Құрметті көрермендер деп па. Так, бастадық. Тағы біраз зат қалды, народ көрсете салайын. Тез-тез мына жерде. Ана, логин пароль енгізгенде, аттарыңды енгізгенде бір енгізетін жер болады ғой элементтер. Жаңағы тіркелу деген заттар, кіру. Соны input дейді. Input деген тег бар. Көрініп тұр ғой. Input деген тег бар, type text деген, типтер разный. Type деген жаңағы атрибут. Жоқ, үстіне шығып тұрмыз. Type деген былай ғой? Жоқ, олай емес. Type дегені осы input'тың тип, атрибут тип деген сөз ғой, тип. Типтер көп қой. Текст деген, значит, мынаған текст жазуға болады. Сандар жазуға болады, текст жазуға болады, бәрін жазуға болады. Дұрыс па? Сөз, сан, бәрін. Екінші қандай бар? Мен бәрін бүйтіп отырайын, бүйтіп. Неге бүйтіп отыр? Мен біресе өзгертіп қойдым ғой деймін, жарайды, бүйте берейікші. Біресе өзгертіп қойдым. Бүйте берейік. Бүйте салайық. Текст түсінікті, еще мынандай нәрсе бар, кстати. Placeholder деген нәрсе бар, равно мысалы есім енгіз дей салайық, өтірік жасайық. Қазақша орысшада жаза беруге болады. Placeholder деген тоже не ғой? Атрибут, бірақ ол не істейді? Ол бүйтеді. Енгізу керек подсказка береді да. Енгізе бассаң өшіп қалады. Өшірсең қайтадан подсказка шыға келеді. Ол placeholder дейді. Inputқа жазылатын затына placeholder. Келесі. Input type не бар? Password бар. Тексттің орнына password десең, ол пароль енгізетін input болып қалады. Түсінікті, кстати. Бір дей берейікші, бір деген тег бар, народ. Оң жаққа жазып қойдым, бір деген. Бір деген текст ана, handle бар ғой, handle бүйтіп түсіреді. Түсінесің? Ол мына жерде емес, ол нелер ары қарай жасалады, CSS-тармен бірге қосыла жасалады. Так, мынау пароль понятно, Келесі date деген бар. Date деген дата ғой. Мысалы, туған күнің қай кезде деген секілді мынау. Келесі файл деген бар. Тип файл деген бар. Файл. Көрінбей қалды. Type файл деген бар. Ол мынандай выберите файл ғой. Аватар лақтырасың ба, бір нәрсе лақтырғанға. Мен наоборот қызық істеп жатырмын, аналарды өшіре салайықшы, мешать етіп отырдым ма. Келесі тип search деген бар. Қатты особо разница жоқ search. Поисковик, бірақ мына жерде именно оны потом неде дұрыстау ғой, бустраптарда, CSS-тар. Мынандай только не салып береді, мынандай X-шы. Өшіріп тастайтын. Сол үшін, прям керемет. Так, келесі X-ға, Келесі number деген бар, type текст емес, текст деген сөз жазу ғой, текст. Type number десеңде, чуть сендер шатастырып отыр ғой, мен көрсетпей дұрыс бүйтіп. Input type number деген бар. Ол тек сандар, буквалар жаздырғызады, мен буквалар жаздырғызбайды. Тек сандар жаздырады, еще бүйтіп, плюс, минус деп бүйтіп болады. Оның андай заттар бар, min, max деген, min мысалы тең. 10 дейсіңдер, max тең 15 дейіп мысалы. Минимально 15, максимально 10-15 болады деген. Дұрыс па? Он бүйтсеңдер 10-нан басталады, 15-тен аспайды, 10-нан кішіремейді. Бірақ қолмен бүйтіп жазсауға болады, бірақ оны JavaScript-пен тексеруге болады тоже, min, max-қа. Короче, понятно, Так, тағы не бар? Мынандай бар. Тағы не болуы мүмкін өзі? Мынандай заттар бар, народ. Мыналарды уже отдельно көрсетейін былай. Кішігірім шатастырып жүрген жоқ па инпуттарды? Мынаны бүйтейікші. Мынаны алып тастайық. Мынаны қойып қойайық, былай. Бір-бірларды алып тастайын, қазір басқалай көрсетемін. Так, тық кеттік. Мынандай нәрсе бар. Инпутта еще радио деген бар, type радио. Type радио деген, ол мынандай нәрсе мысалы. M дейік. Мужской, женский деп қойсақ, MJ дей салайық. Мужской, женский. Мынандай ғой. Бірақ мына жерде екеуіне таңдауға болады, Кстати, түсірейікші мынау. Женскийді түсірейік астына тұратындай. Бір дей салайық. Осы жерге вот бірді тастап кетейін, сендер керек болады, бір. Түсінесің ма? Мұдан кейін бір деймін, handle жасаймыз да, екінші солай әдемірек көрінеді, былай. Мына жерде бірақ екеуінде таңдауға болады да жаманы. Біреуін таңдау үшін екі инпутта бір аты біреу болу керек. Мысалы, name дейсіңдер. Оны қатты нетіп кер жоқ, народ, просто көрсетіп жатырмын, атақ лишняя информация. Инпуттарға еще ат беруге болады. Оны қай кезде береміз, оны PHP өткенде түсіндірем. Инпуттарға атын беруге болады. Неге атын беру керек? Мысалы, мына жерге не деймін, gender деймін. Gender деген білесіңдер ме? Gender деген
орысша пол не қыз ұл деген секілді пол. Инпутқа неге джендер береді обычно, оны тағы да түсіндіріп кетейін пич өткенде. Өйткені мына жерге зат, мына жерде сен выбирать еткен заттар бүйтіп таңдаған затың серверға кету керек қой. Сен туралы информация кету, мысалы сен тіркеліп жатсың, атыңды жаздың, фамилияңды бәрін жаздың, иә, еще полды выбирать ету, полды жаздың да жібересің ғой. Серверға жібергенде серверға джендер тең м деп барады, мысалы мужской деп, джендер тең мужской деп барады. Түсінесіңдер ме? Сол үшін мына жерге аты керек. Бірақ оны қатты мән бермеңдер қазір. Оны сұрамаймын мен. Не үшін мен мынаны жаздым? Екі инпутқа бір нейм жазсаңдар, мына джендер деп бірдей жазсаңдар, онда тек біреуін ғана выбирать еткізеді. Біреуін ғана таңдау болады, иә? Өйткені джендер, ну, как бір переменнің мәні біреу ғана болады ғой, джендердің мәні біреу ғана болу керек. Или мужской, или женский. Түсінесіңдер ме, пример? Түсінесіңдер, иә? Неймға қатты мән бермеңдер, иә, народ неймға. Так, мынандай еще инпут бар, последний инпут. Чекбокс деген бар, керек па, керек емес па? Мысалы там, білмеймін, Apple дейік, бір не таңдап жатсың, мысалы, бір дей салайық. Apple деген алма, иә? Ну, Magnum'да жүрсің, бір нәрсе таңдап жатсың. Так, там, juice, білмеймін, банана. Жоқ, просто қуып отыр. Бетейікші? Мына жерге бетейік, music, спорт, там, не ғой, хоббилар ғой, хобби, IT. Хобби IT, да? И не? Спортқа жатпайды ғой, так? Не? Сайберспорт. Киберспорт. Онан не тема, анау? Мынандай тема ғой. Бірнеше не таңдайсың да, интерес. Хобби таңдап алып жібересің, типа, мен интересті. Чекбокс көбінесе бірнеше таңдау үшін, біреу емес, екі үшеуі таңдау үшін, көбірек. Жаңағы радио деген екеуінің біреуін, үшеуінің біреуін деген секілді нәрсе. Радио болды ма? Түсінікті, бір деп түсіріп тастадым, так түспеуші еді. Андай нәрсе бар еще, текстария деген бар. Name ID-лар керек емес. Текстария деген онандай зат. Андай зат. Пост жазу, өзің туралы сипаттама жазу, үлкенірек бір зат жазу, е? Жоқ, типа, енді, е? Текстқа арналған зона ғой. Күшті екен, е? Атак, е? Input деген, енгізу деген сөз ғой. Бір сөз енгізесің ғой өзің. Type деген, тип деген сөз. Сөйтіп кете береді. Cost деген баған. Столбцы. 30 баған. Rows деген жол. 10 жол. 10 жол дегеніміз мына жерде 10 жол сияды, былай визуально 10 жол сияды, е? Санасаңдар 10 жол. 1, 2, 3, 4, 5. Бүйтіп айтып жатырмын микрофон. 1, 2, 3, 4, 5 санасаңдар 10 жол шығады. 30 баған деген, былай санасаңдар қанша әріп шығады? Сияды бір неге? Bir жолға 30 әріп сияды. Пробелмен бірге қоса 30 әріп сияды. Аны өзгертсеңдер болады, кішірейтсеңдер болады, мысалы 10 жол емес, 5 жол демеші. 5 жол, там, не знаю, 20 буквадан сейсін десеңдер, кішірек болады. Одан да көбірек жазуға болады, бірақ жазғандарың бүйтіп аста кетіп қалып, мынамен кетіп қалып отыратын слайдер ма? Түсінесіңдер ма? Так, мынау текстария. Тағы не бар? Предпоследний народ. Селект бар. Селект вот как раз таки таңдау. Селект деген таңдау народ. Бүйтсеңдер, мына темашы. Бірақ ішінде элементтер жоқ әлі. Элементтер жазу керек. Енді мынаны таңдайық мысалы. Option деп жазасыңдар. Value пока керек емес, ертесіңдерге value. Option дейді. Option деген таңдайтын бір элемент. Сендерге таңдауға берген бір элемент. Немен таңдауға болады обычно? Университет таңда дейік, мысалы, нархоз. University, нархоз жасайық. И мына жерге бірнеше университет жазайық. IATU, КБТУ, СДУ деп. Ау? IATU жазады, IATU. Бірінші нархоз тұр, потому что сен бірінші нархоз жазып қойдың, option деп. Если мысалы бірінші SDU тұру керек десеңдер, selected деп қойсыңдар болды. Просто selected деген атрибут жазсаңдар, тең бір нәрсе емес. Тең бір нәрсе деп жазу керек жоқ. Просто selected десеңдер осы optionға, SDU-ға. По умолчанию кіргенде обновить десеңдер, бірінші SDU тұрады. Бірақ сен ауыстыру мүмкінсің, IATU деп, окей деп.
Андай нәрсе бар еще, бір опшн қойсаңдар болады. Пустой или былай? Былайшы? Или босқа қоюға болады, или басқа шешімдер көп, короче. Дайын заттар бар мынандай уже. Қазіргі осылай жетеді. Түсінікті ғой, иә? И последний қалды народ, потом задание берем. Не ма? Нормально ма? Информация? Просто миым пысып жатыр дейді. Иә, мына жерде просто информация көп, бірақ түк особо логика жоқ. If else жоқ, цикл жоқ. Но информация көп. Не істейсіңдер, видео қарайсыңдар, өздері жазып көресіңдер, мен еще задание берем. Неге и так далее. Так, соңғы нәрсе кесте, таблица. Қазір задание сол кестеге берем, пока что бүгінге. Таблица бізде table деп жазылады, народ. Табле. Табле деп жазылады. Ішінде head пен body бар ғой бізде HTML-да. Мына жерде тура сол тема, бірақ head деп жазылады. Т деп басына қосу керек, неге өйткені table-дың head-і, кестенің head-і, иә, таблицаның head-і. Head и body деп жазасыңдар. Түсінесің ба? Басымен дейік, ё-ма. Қолыңда кешті, бүйтіп па. Таблица кестенің басымен несі, басымен денесі. Мына жерде көрсет салайыншы, ана жаңа соңғы группаны жазғаннан. Мынау басы деп саналады. Басы деген ана заголовоктар, иә, хедерлар секілді, бірақ не, қалың қылып жазып береді просто. Басын тығетқа жазған. Мыналар денесі. Түсінікті ғой? Енді қараңдар, бір жол, мына жерде бір жол. Мынау бір жол қанша баған? 4 баған, иә? Бір жол ішінде 4 баған. Жолды тыры деп жасайсыңдар, мысалы, тығетқа кірдік бірінші, тыбади өшіріп тұрайық. Тыбади керек емес, пока тығетқа кірдік. Нан жасайық, нан. Тыры дегенің бір жол деп есептеңдер. Бір тыры аштыңдар ма, значит бір жол кетті деген сөз, бір жол. Ол жолдың ішінде сендер 4 баған қою керексіңдер, жаңа тауар, түсі, баға, анау деп, иә? 4 баған. Значит 4 рет тықы деген жазу керек. Нан 4 рет жазу керек. Дұрыс па? Бір жолдың ішінде тыры ашылды, тыры жабылды. Бір жолдың ішінде 4 баған бар. Бірақ мына бағандар не үшін? Атау үшін, тақырыптың аттары үшін. Мына жерден алсайықшы, тауар, түсі, фото түсіріп баға. Бит түскен жақсы көрем. Екі деп ше, мен түсіндіріп жатырмын. Ескі баға дейді, иә? Дұрыс па? Мына көре салайық. Пока тыбадиға кірген жоқпыз, чисто тығет. Бір жол аштық, ішінде 4 баған жасап тастадық. Көреміз? Міне, иә? Еще не жоқ, кстати, не жасасақшы. Андай тейблдан андай не бар? Бордер деген не бар? Граница бар ғой, граница. Ата көрінбейді, не болып отыр. Қалыңдық бересіңдер. Границаның шекарасының қалыңдығын бересіңдер. Границаның. Бір десең кішірек, екі десең үлкенірек, бір десек жетеді. Көрдіңдер ме? Мынау сонда үсті ғана, тықет ғана. Енді тыбади кетті. Тыбадида похожа логика. Тоже қанша жол керек бізде? 3 жол керек мысалы. Онда 3 рет тыры ашасыңдар. Пока біреу ашсақ, қазір нете саламыз. Бір тыры аштыңдар, бір жол кетті, иә? Енді жолға не жазу керек? 4 баған жазу керек. Өйткені бізде 4 не ғой мына жерде. Бірақ разница в чем? Тықетқа тықы деп жазасыңдар. Тбодидің ішіндегі тықының орнына тд деп жазасыңдар. Table data. Кестенің мәліметі, ақпараты, дата деген информация, мәлімет. Table data бізде қанша бөлік? 4 бөлік. Түсінесің ба? Но пока пустой қалдырсаңдар, былай болып қалады, иә? Пока ештеңе жоқ, ішінде көрсің, бір нәрсе пайда болды астында, бірақ пустой. Бірінші неме бізде товар. Значит, мына жерге бірінші товардікін жазу керек. Народ путает мені, жаңа біраз балалар мына жерде. Мына жерде тықы жазды да, мына жерге де тықы жазып кетті. Бәрі жирный болып кетті. Тықы жирный қылады, иә? Қалың қылады ше? Жазбаңдар. Бірінші неме товар. Товар не істейміз? Яна анау айфонымыз давайте басқа нәрсе істейік. Иә, міне өзіміздің қазақ жігіт алма. Алмұрт деп кете берейік. Алмұрт. Ойбай, алмұртын түсеш? Алмұрт емес ол, не ол? Иә. 8 жарынан пар өтіп жатырында басып істеймін. Түсі. Дальтоник болақта жасыл дейсіз. Жасыл бар екен. Қызыл. Бағасы. Қанша алмағасы тұрады? Қай жерде тұрасыз сен? Көшсей басқа. Ескі бағасы 400 дейсіз.
бір көрейік, бір жол ғана жібердік иә біз кетті, дұрыс қой иә. Ары қарай народ мынандай нәрсе бар, ұялмаңдар, бүйтіп тырыны копировать етесің да қоя саласың екі рет. Біреулер жазып отырады, сол шокиман дейді, қойса іштегі тестін ұмытып кетеді да копировканы. Алмұрт дейік. Контурсыз біздің всегда досымыз ғой. Алмұрт. Ішіміз ауырсын дейсің. Қанша алмұрт тұрады? Алмұрт не ма? Қымбатырақ тұра ма? Давай екеуі де 550 болсын. Например, қазір көрсетем деген. И соңғы банан қысқарақ та. Қысқары. Банан 250 аздақ тұру керек, 200 болсын. Штук, кстати, банан туралы не болып отыр ана теннис? Ойнап отыр ғой финалда біздің Рыбакина деген не. Австралиян Опен ойнап отыр қазір, білесіңдер ма? Финал ойнап отыр. 1-1 ма? Ема. Банан көбірек жеу керек, олар банан жейді осы бар, соны есіме түсіп. Дұрыс па мына жерде бәрі? Бірақ, түсінікті ғой мына жерде? 3 түрі, каждый түрда 4 неден, иә? Бағанның сөздерден бағаны түсінікті. Енді мынандай нәрсе. Бізге мына екеуі де 250 теңге. Басымыз істемей тұр, енді 550 болсын. Зачем онда екі не жасағанбыз? 550-ді бүйтіп біріктіруге болады, екі квадратты біріктірсе болады, иә? Онда бүйтіп жазасыңдар. Мына ТД-ға, мынаның бәрі ТД ғой, мынау ТД, дұрыс па? Мына ТД-ға жазу керек, именно мына ТД-ға. Өйткені біріктіргенде осы бағанға оң жағын қосып алады обычно. Оң жағын қосып алса, значит, сол жағындағын айту керексің ТД-ға, дұрыс па? Мына ТД-ға айтайық. Менің ширинам ең ба ширина? Ең ғой, ең. Менің еңім екі бағанның еңіндей болсын деген секілді, иә? Менің ширинам екі бағанның размерім болсын деген секілді. То есть мен өзім екі бағанның орнын алып алайын деген секілді. Түсінесіңдер ма? Екі бағанның орнын алып алайын. Сен мынаған жазу керексің, оны айту керексің. Сонда мынау кішігірім өзінше болып екі бағанға тұрып алады бүйтіп. Широкий болып қалады да. Я широкий деп, түсінесіңдер ма? Мына 550-ге бірінші кезінде жазайық. Қайсысы ол 550? Мынау бар. Осы ғой, мына бірінші. Мынау екінші 550, мынау бірінші. Мынаған жазамыз. Жаңа айтып едім ғой, call деген. Кстати, жаңа айтып едім ғой, ағылшынша білу керек деп. Мынандай сөздер бар, айта салайын. Column деген баған, столбец ағылшынша. Оны бірақ бізде неде программированиеде call деп қысқа қылып айтады, call деп. Ну, HTML-да CSS-да call деп айтамыз. Call деген сөз жоқ, просто қысқа қылып айтады call. Row деген жол. Оны қысқартып керек жоқ, и так шығар. Row, call. Енді мына жерде мына 550-ге жазамыз ғой, иә? Call span дейміз. Тең 2 дейміз. Мынандай кавычкада жазасыңдар. Call span 2 деген мына ТД 2 бағанның орнына тұрып қалсын деген сөз. Иә? Ширину 2 бағанның орнына алып қалсын деген сөз, иә? Түсінесіңдер ма? Бірақ онда мына бейшара не? Бүйтіп қысылып кетеді, бүйтіп, иә? Түсінесіңдер ма? Көресіз қалай қысылатынын. Бүйтіп кетіп қалды неше. Жылап шы, кетіп қалды. Оны не істеу керек? Оны просто өшіре салу керек. Неге екеуінің бағасы бірдей, екеуі де 550? Түсінесің ме? Түсіндіре алдым, енді мысалы мына алмұрт пен банан екеуі де сары болсын бүйтейік. Жасылдап тастайық. Екеуі де сары дейік. Онда мына екеуін біріктіруге болады, мынау мен мынаны біріктіруге. Ол кезде row span деп айтасыңдар, то есть бағаның екеуі емес, екі жолды алып қалайын дейсіңдер, екі жолды. Оны бірақ мынаған жазасыңдар. Жаңа айтып едім ғой, мынаған жаздыңда ол оңға кетіп қалады. Оң жағындағы бағанның орнына тұрып қалады, оң жағындағы бағанға тұрып қалады, бүйтіп айтып тұрмын микрофон. А мына жерде үстін екеуін біріктіргің келсе, үстіндегіне айтасың. Мен екі жол алып қаламын деп айтасың. Сонда өзін астындағы жолды алып қалады, екі жол. Түсінесің бе? Оны бірінші сарыға жазамыз, мына үстіңгі сарыға. Row span дейміз. Тең не только екі народ. Не только екі, 3-4 деп жаза берсіңдер. Біз просто екі орын алғымыз келіп тұр. Қалаған сан жазасың. Бүйтесіңдер, мынау шығып кетеді. Өйткені мынау астыға түскенде, мына сары астынан сыймай бүйтіп тық деп шығып кетеді. Ол үшін мынау шығып кетіп жатыр из-за него. Значит, неме мына сарыны алып тастау керек, түсінесіңдер ма? Мына сарыны алып тастасаңдар, мынау 200, мына сары жоқ болып кетеді, 250 оның орнына тұрады, 200 оның орнына тұрады деген. Осыны ошибкаға сендерде көп болады, сол үшін түсіндіріп жатырмын. Шығып кеткенін көрсетіп жатырмын деп.
сендер 200 шығып кетті деп 200 өсіп салмаңдар. Сарын өсіру керек. Түсінесің ба? 200 шығып кетті деп 200 өсіп тастайды, олай болмайды. В общем, осындай. И не жазуға болады? Вообще, мынандай нәрсе болады. Бір тдға и колспан 2, роспан 2 деп жазсаң болады. То есть ол не? Былай да 2 болады, былай да 2 болады. Сонда былай квадрат болып қалады дейміз. Түсінесіңдер ма, иә? Если 4 ячейкада бір сан тұрса, 4-еуін не жасаңдар болады. Түсінесіңдер ма? Точно ма? Не бүйте салайыншы қараңдар. Все равно сенбейін деп па. Бір көрсет салайын, ато қазір сұрақтар болады. Мынау не болды? Түсі болды ма келесісі? Түсі болды, қызыл деп ұрасайықшы, пока уақыт жоқ. Міне қараңдар мысалы. Давайте мына 4-еуін біріктірейік. Мынау и мына 4-еуін. Онда сен мынаған жазу керексің, мынаған. Айтасың, былай 2 баған, оң жаққа 2 баған, и астыға 2 жол деп айтасың. Онда бүйтейік. Мына 250 ғой, Онда мына 200-ді алып тастайын, мына 200-ді алып тастайын, мына 200-ді, мына 250-ді алып тастайын. Үшеуін алып тастау керек. Мына 200-ді алып тастайын, мына 200-ді, 250-ді алып тастайын. Мынаған не деймін? Колспан 2, роспан 2. Все. Түсінесің ма? Ана текст нету деген андай заттар бар, ол қатты маңызды емес. Align, жаңа кімдермен center деген нәрсе бар, ол қатты маңызды емес. Мынандай центр десеңдер ортаға тұрып қалады. Бірақ ол қатты маңызды емес, главное бөлу былай. Бөле білу. Түсінді ма? Мына жерде сұрақ. Сұрақ нету? No сұрақ. 21 минут болып кетті, sorry, жарайды. Тоқтатайық, Задание берем келесі. Хорошо?